3 жаста қарасаңыздар аяғы артқа қаратай қисық көрдіңіздер ма? Яғни артқа шығып кеткен сгиб артқа бізде. Яғни бұл жерде Айкөркемнің жүрісі де кішкене сәл өзгеріп бара жатыр. Бала аяғын ішке басып жатыр. Яғни балада кішкентай кезде рахит өткен, бұл қыз бізде массажда болған. 1 жасқа дейін Айкөркемнің аяғы түп-түзу жақсы болған. Кейіннен Айкөркем өсіп кеткеннен кейін мамасы не істеді? Бәрі жақсы, бала жүгіріп ойнап кетті деді. Бірақ қазір жасы 3-ке келген кезде именно бұрынғы айлық кезіндегі рахит қайттан шықты. Көрдіңіздер ма? Бала жүрген кезде, көре қойшы Айкөркем. Жүрген кезде қазір осы аяқты артқа қаратай қисайтып тұрады. Яғни дисплазия болсын, рахит болсын, вальгус болсын, сіздер баланың аяғын, денесін 5 жасқа дейін под наблюдением ұстау керексіздер. Яғни 2-3 айда бір массаж ЛФК-сы, 3 айда бір ортопед хирургтан өту керексіздер. Көп аналар болды біз жазып кеттік дейді, 1 жастан кейін ұмытып кетесіздер. Сосын 3-4-ге келгенде қайттан алып келіп жатсыздар баланы.